Сәлем достар, дәмләмә істеуді көрсететін боламын. Менің рецебіммен парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Окорочкамызды аламыз. Осылай төрт-бұрыштап турап алдым, сыртындағы қабығын алып тастадым. Осылай турап алдық. Картошкамды төртке бөлдім, дәу-дәу қылып. Пиязымызды осындай көлеммен турап аламыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды араластырып қолымыздың көмегімізбен көп бөлігін окорочкаға, аз бөлігін картошкаға салатынбыз. Бір дәу қасықтай майонезімізді салып алып, көзінің мөлшерімен қолымыздың көмегімізбен мыжып аламыз. Сонымен қазанымызға майымызды құямыз. Пиязымызды мыжып, қолымыздың көмегімен қазанға саламыз. Окорочкамызды да қолымыздың көмегімен саламыз. Картошкамызды да қазанға салатын боламыз. Капустаны төрт-бұрыштап турап алдым, бір капустаны дәу-дәу қылып осылай жайып шығамыз бетін. Капустамызды қойып алған екен, легенмен бетін жауып 30 минутқа ашпаймыз. Қазанымыздың астына 10 минутты қатты қойып, 20 минут жай орташа отқа қойып пісіріп аламыз. Содан кейін бетін ашып, осылай болады. Томат салсаңыздар болады, мен икра салдым. Бетін жауып, бір 20 минуттай бетін ашпаймыз. 20 минуттан кейін уже капустамыз суы шығып, әдемі болып піседі, дәмі керемет. Ас болсын. Парақшам пайдалы, көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Рахмет.